Армысыздар қадірменді көрермендер. Құнанбай қажының замандасы, Абайдың ауылдасы болған Шақар бақсы туралы не білесіздер? Біз бүгін Жидебайдағы Абай музей үйінде сақталған Шақар бақсының қобызы туралы аз кем әңгіме қозғайтын боламыз. Тобықты көкшенің кішігірім Даубай деген руынан тарайтын Жаманбала ұлы Шақар Шыңғыстаудың ішінде Кеңсай деген жерді мекендеген екен. Қасиетті өңірде қазіргі қауым білетін бақсының өңірі деп аталып кеткен өңірде бар. Ол туралы бізге Шақар бақсының ұрпағы 90 жасқа аяқ басқан ақсақал Мардан Төлетайұлы айтып берді. Мен мынау Шақар бақсының ұрпағымын, 5 атадан қосыламыз. Бұра білікті Кеңсай сыртында, Мәтіғұл сыртында Шақар бақсының қораста бір үңгірі бар таста. Сонда қобыз сақталған. Сол қобыз бірнеше жылдықта қазір мынау Абай музейінде Жидебайда тұр. Бұл кісі енді құрдас жолдастары байлар ат қосады ғой. Сыңыр шыққан Даубайдың ұлы, сенде түкте жоқпыз, ат қосты атымыз. Сенің неңді қосасында мазақ қылған ғой. Анағысы мазақ қылшыда мен қобызымды қосам деген ғой. Сөзге шыдамай қобызды қосып берген, апарып аттарып барған жерін тура жарыстырды ғой, кіру жоқ. Барған кісілер ағашқа байлап тастайды ғой, барған жерге қобызды. Ат жазып кеткенді қарап тұр дейді, бұрақты қобыз ағаш суырып бірінші кепті дейді. Міне, мына жынға дауы жоқ екен деп, содан халыққа сенім артып қалған ғой осының. Ол енді мына Бозанбайдың Қарасайы дейді, Бозанбайдың жанында Қарасайда Зиратта Бозакеңнің жанында жатыр бірге. Шақар бақсы дүние салғанда дәл осы қобыз бір түн бойы өздігінен сыңсып ойнап тұрған екен. 1885 жылы Абай Құнанбайұлы орыс досы Долгополовпен бірге Семей қаласындағы өлкетану музейіне Шақар қобызын өз қолымен өткізген екен. Қазақтың бас ақынның музейі ашылғанда бақсының қобызы Жидебайдағы қара шаңырағына қайта оралды. Шақар бақсы шындығында өмірде болған тұлға. Оның әрбір аңызы, ел ішіндегі әңгімелер, біздің күнге дейін жеткен қыл қобызы баға жетпес бай мұра. Шақар бақсының қобызы Абай музейінің ең құнды жәдігері.